Мұқағали Сүлейменұлы Мақатаев 9 ақпан 1931 жылы Алматы облысы Райымбек ауданында Қарасас ауылында дүниеге келеді. 27 наурыз 1976 жылы Алматы облысында дүниеден өтеді. Шын аты Мұхаммед Қали. Аты пайғамбардың есіміне ұқсап кеткен соң, кейін ақын өз атын Мұқағали деп өзгертіп алады. Әкесінің аты Сүлеймен, анасының аты Нағима. Жанұяда Мұқағали, Қалимахан, Қалибек, Тоқтарбай, Көрпеш есімді балалары болған. Мұқағали бастауыш класты Қарасас өңіріндегі шағын ауылдарда оқып, орта мектепті Нарынқолдағы интернаттан бітіріп шыққан. Мұқағалидың «Қарлығашым келдің бе? Дариға жүрек, аққулар ұйықтағанда, шуағым менің, соғады жүрек, шолпан, жырлайды жүрек, өмір өзен, өмір дастан, қош махаббат» және тағы басқа жыр жинақтары атты прозалық кітаптары да бар. Мұқағали Мақатаевтың бірнеше өлеңдеріне ән жазылды. «Аққулар ұйықтағанда» поэмасының қысқаша мазмұны. Бұл поэмада бір жанұяның жалғыз баласы ауыр сырқатпен сырқаттанып қалады. Тәуіп шал баланы тек аққудың қанатымен аластаса ғана дертінен айырылады деп айтады. Әкесінің аққуды өлтіруге дәті бармағандықтан, оның орнына анасы мылтығын алып қасиетті аққулар мекендейтін көлге барады. Көлге келгенде ананың қолындағы мылтығы абайсызда атылып қалады да, мылтықтың оғы аққуға тиеді. Қатты шуды естіген қарт жылқышы көлге қарай келеді де, аққу өлтірген анаға ақыл береді. Қалай болса да ана аққуды үйге келеді. Алайда үйге қайтып оралғанда баласының қайтыс болғанын түсінеді. Сюжетте суреттелген кейіпкерлердің іс-әрекеті, адами қасиеттері. Ана қамқор ана, балажан сәбиі үшін аққуды атты. Әкесі адал жан, халық дәстүрін берік ұстанды. Тәуіп шал мейірімсіз, қайырымсыз, таяз ойлы. Жылқышы ақылы мол, көргені көп. Ақынның поэмасындағы негізгі арқау болған тақырып ананың балаға деген махаббаты. Автор өзі көтерген мәселені толығымен ашқан. Себебі поэма шын тебіреністен, шын шабыттан, шын күйзелістен, шын сағыныстан туған. Анасы аққуды абайсызда атады. Бұл шешім анаға оңай түспеді. Ана көп ойланды. Мұқағали Мақатаев поэзиясы жұмыр жердің барлық мәселесіне араласқан, кең ауқымды тақырыпты қамтиды. Оның туған жер, адамдар тағдыры, өмір мен өлім, ана мен бала, ақын мен ақындық, соғыс тауқыметі, тағы басқа тақырыптағы лирикасы қайталанбас, ұлттық сипатта, ұлттық іздермен кестеленген. Поэманың негізгі кейіпкерлері ана бейнесі арқылы көл еркесі аққуға жасалған қиянаттың қайғылы оқиғаға ұрындыруы себебін таныту. Поэманың тәрбиелік мәні бізді ізгілікке, адамгершілікке, қоршаған ортаны қорғай білуге, тәрбиелеуге үйретеді. Поэмадан қорытынды: дүниеде екі ана бар. Бірі адамның анасы, екіншісі тіршіліктің анасы табиғат. Олардың екеуі де мейірімді. Кез келген ананың жүрегін жаралауға, табиғатқа қаталдық көрсетуге, оны бүлдіруге хақымыз жоқ.